Сәлем балақай. Бүгінгі сабаққа дайындығың қалай? Бүгін біздер ондықтарды қосу және азайту деген 46-шы сабақпен танысатын боламыз. Бірге тапсырмаларын орындаймыз. Ендеше оқулыққа назар аударайық. Бірінші тапсырма: тұшпараны сана. Балалар тұшпараның неше ондығын дайындады? Кәне көрейік. Әрбір тақтада тұрған 10 тұшпарадан. Кәне 1, 2, 3, 4, 5. Неше ондығын дайындады? 5 ондығын дайындады. 5 ондығын дайындады. Өйткені әрбір тақтада 10 тұшпарадан бар. Бұл 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық. Келесі астында біздер берілген қосуға берілген есепті орындаймыз. Енді 30 дегеніміз 3 ондық. Келесі 20 дегеніміз 2 ондық. 50 бұл 5 ондық. Келесі 50 азайтылған 20 тең болады 30-ға. 30 дегеніміз бұл 3 ондық. 3 ондық. Келесі 50 азайтылған 30 тең 20-ға. 20 дегеніміз бұл 2 ондық. Келесі екінші тапсырманы қараймыз. Түсіндіре отырып есепте. 7 қосылған 2 бұл бірлік. 7 қосылған 2 тең 9-ға. 3 қосылған 2 тең 5-ге. Келесі 70 қосылған 20 тең 90-ға. Келесі 30 қосылған 20 тең 50-ге. Келесі 5 азайтылған 2 тең 3-ге. 6 азайтылған 4 тең 2-ге. Келесі 50 азайтылған 20 тең 30-ға. 60 азайтылған 40 тең 20-ға. Келесі тапсырма: бос орындарға сандарды жаз. Енді бұл жерде қандай санға 80-ді қосқан кезде 90 болады? 10 қосылған 80 тең 90-ға. Келесі 40 қосылған 30 тең 70-ге. 70 азайтылған 20 тең 50-ге. Келесі 90 азайтылған 40 тең 50-ге. Келесі тапсырма: қай фигураны таңдау керек? Кәне бірге ойланайық. Әр қатарда 3 бұрыш, шаршы және дөңгелектен бар. Олар дөңгелек, 3 бұрыш және 4 бұрышпен қоршалған. Екінші қатарда 4 бұрыш, дөңгелек және 3 бұрыш бар. Олар 3 бұрыш, 4 бұрыш және дөңгелекпен қоршалған. Бұл жерде түстер де бар, көк, сары, жасыл. Сары, көк, жасыл. Келесі дөңгелек, 3 бұрыш. Бізге қандай керек? 4 бұрыш керек, Бұл жерде 4 бұрыш. Міне және осы үшеуінің біреуін таңдауымыз қажет. Енді 4 бұрыш қоршалғаны бар, дөңгелек қоршалған. Енді бізге 3 бұрышпен қоршалғаны қажет. Ол мына болуы мүмкін, 3-ші номерлі немесе 5-ші номерлі болуы мүмкін. Енді түстеріне қараймыз. Жасыл, сары түс бар. Енді бізге қандай түс керек? Көк түс керек. Көк түсті 4 бұрыш бізде міне. Сонда номері 5-ші фигураны таңдау қажет. Келесі тапсырма: сандардың құрамын айт, қосуға 2 мысал, азайтуға 2 мысал құрастыр. Кәне алдымен сандардың құрамын толықтырып шығайық. 10 болу үшін 8-ге 2-ні қосамыз. 10 болу үшін 5-ге 5-ті қосамыз. 10 болу үшін 7-ге 3-ті қосамыз. Келесі 9 болу үшін 4-ге 5-ті қосамыз. 9 болу үшін 6-ға 3-ті қосамыз. 9 болу үшін 1-ге 8-ті қосамыз. Енді осы арқылы қосуға
екі мысал және азайтуға екі мысал құрастырайық. 2 қосылған 8 тең болады 10-ға. Келесі 7 қосылған 3 тең болады 10-ға. Азайтуға 10 азайту 4 тең болады 6-ға. 10 азайту 5 тең болады 5-ке. Келесі 5 қосылған 4 тең болады 9-ға. 6 қосылған 3 тең болады 9-ға. Енді азайту 9 азайтылған 1 тең болады 8-ге. Келесі 9 азайтылған 3 тең болады 6-ға. Бұл жердегі сандарды пайдалана отырып, қалағаныңша 2 қосу, 2 азайту орындасаң болады. Бүгінгі ондықтарды қосу және азайту тақырыбына берілген тапсырмаларды орындап аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше.